деструктивті діни ағымда тамыр жоқ, барлық ұлттық ерекшеліктердің қас жауы. Салафизм идеологиясы бөліну, адам арасында іріткі салу дегендей, сосын ауызбіршілікті бұзу, қан төгіс әкелу дегендей, кісі өлтіру тағы. Үстемдік құрғысы келетін идеология тек қан төгіске итермелейді. Қоғамды рухани әлсіретіп, моральдық құлдырауға тірейді. Жақтастарының санасын соқыр етеді. Адамның рухын аздырып, намысын тоздырады. Бұған тірі тозақ жайында күн кешіп жатқан Тұрланның өмірі дәлел. Адамның өмірі армандардың тізбегі іспеттес. Діттегенге жеткенде алдынан бақыт күтіп тұрғандай көрінеді. Тәкаппар тобырға ілескен Тұрлан үшін соңғы нүкте нәпсі құмар бүлікшілердің ордасы болды. Сирияда каждый өзінің политикасын қолданып кетті, жан жақтан бәрі өзінікін. Біреудікі мақсаттар нефтаны точкалар болса, ақшасын жасау ол, біреулердікі білмеймін, трофеялар жинау болды ма, бана әртүрлі группалар каждый өзінің политикасын қолданып кетті. Кафір не кафір деп бөлу бір-бірін. Сосын адам қалай? Сосын эмоция беріп, слишком анау мынау білімсіздікпен көп не істеп сөйлеп қою, білімсіздікпен көп нәрсе ошибкалерге бару. Сол үлкен нәрселер осылардан басталып отыр. Бір мұсылманның басқа мұсылманға сен кәпірсің деп такфир жасауын пайғамбарымыз сонау заманда тыйып тастаған. Такфиризмнің қауіптілігі біріншіден ол мұсылман адамды діннен шығарып жіберу, яғни кәпір деп санау. Түбі қайда апарады? Такфиризмді уағыздап, насихаттап жүргендердің мақсаты жаңағы сол теракт жасайтын экстремистерді өзінің еліне, өз халқына қарсы қойып қою. Пайғамбарымыз көп хадистерінде айтып кеткен, бір мұсылман басқа мұсылман қол көтермесін, ауыр сөз айтпасын деп мысалы. Ал енді оның байлаулы тұрған қолын шешіп беру үшін мысалы не істеу керек? Ол мұсылманды оған кәпір көрсету керек. Яғни терроризмге жол ашылатын жолдардың бірі осы такфиризм арқылы. Радикалды ұйымдарда топырақ жоқ, мәдениет жоқ, бағдар жоқ. Тек жалған ұрандарының жаңғырығы қатты. Жақтастарына көрсетер доңай баты күшті. Бүлікшілердің тепкісі мен езгісін көрген Тұрлан алыстағы бақыт деп алдамшы сағымға арбалғанын ұқты. Білім алу керек. Білім ала келе, білімсіз надан болған түсінеді. Ол бірінші очередь білім керек. Екіншіден эмоцияға берілмей. Эмоцияға бермеу керек. Көп эмоциямен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ашу шайтаннан дейді. Эмоцияға бересің де кейін басын тұсап отырасың дегендей ғой. Сахабалар біреу наркоман болып кетіп жатыр, біреу тағы ұрлыққа түсіп кетіп жатыр. Алпауыт күштер бар, енді батыстық, басқа да үлкен транснационалдық компанияларды түрлі идеологияларды таңып жатыр. Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік пайдаланып қалғысы келеді. Экстремизм, терроризмде айыпталып немесе сотталған негізінен қарап отырсаң 25-30 жас аралығындағы жастар. Көп пайыз соны құрайды. Бұл нені білдіреді? Мәдени, әлеуметтік немесе білім беру мекемелеріндегі жіберіп жатқан олқылықтарымыз. Тұтас адамзат баласын біріктіретін құндылық дін. Сондықтан сыртқы күштер көзі түскен аймақты ойрандау үшін дінді мүдделеріне пайдаланады. Ал ілімі таяз жастар сол тұзаққа түсіп жатыр. Сорақысы бұл үрдіс, үдемесе тоқтар емес. Себебі интернет экстремистік және террористік ұйымдардың ақпараттық қызметінің негізгі алаңына айналды. Теріс ағымға кету негізгі себептері ғой. Негізгі бұлардың теріс ағымға кетудегі негізгі себептері ең үлкен негізгі себебі бұл білімсіздік. Ол біріншісі уағызшылардың себебінен, екіншіден сол жаңа интернеттің себебінен ғой, нақты айтқан кезде. Тұрлан өзінің жаңағы сол жердегі джихад мәселесін, такфир мәселесін ол түсініп отыр. Ол жаңағы мойындап отыр қателігін. Тұрланға негізгі беретін бағам қазір енді қалыпты позициядағы адам, дәстүрлі деп айтса да болады. Басқа да теологтар сондай шешімге келіп жатыр ол жайында. Абай Құнанбаевтың сөзі бар ғой. Бір рет түскен орға екінші рет түспейді дей ме, ақылды адам. Сол сияқты бір рет кемшілік жасаған адам екінші рет барып не істемейсің ғой, басыңды соқпайсың ғой сол жерге.
сол сияқты енді қайттан тағы үлкен бір ошибкалар орнықпас үшін білім алу керек дегенде сол өзім сол барымша теологтардан білім иелерінен нұр мүбарактан білім алған ақ ниеттің имамдарынан өзімде ішінде сомнение болмас үшін басынан сұрақ қоямын, сабақ аламын, білім аламын. Тұрланның абақтыдағы өмірі күңіренген күздей. Жағдайын сұрап келер анасы жоқ. Қос келіншегі елге оралғанда ажырасып, бүгінде тұрмыс құрып үлгеріпті. Қазір ол жарық күнде адастырып, шіліңгір шілдеде жауратқан деструктивті идеологиядан санасын емдеп жатыр.